Давайте бірінші, эрозия не үшін пайда болады? Эрозия ол жара. Жара пайда болып, қынапта сондай условия создали, жара пайда болды. Организмна биологы аз болғандықтан, ферритин аз болғандықтан, витамин, минералдардың жетіспеушілік болғандықтан, оны күші жоқ, ананы заживляйттауға. Например, бір жара болса, бізде сыртта ол өздігінен тыртықтанып, өзі бітіп кетеді ғой. А эрозияда бітіп кете алмайды. В общем, сондай способность. Организм снижен, все. Оның үстіне еще күйдіргендік. Күйдіру это одан да глубокий жараға айналды. Енді ағза өзі эрозияны жазылдыра алмайды. Еще плюс оның үстіне бір жара қостық. Енді жара сондықтан тыртықтанбай, жабылмай жатыр. Себебі осы бүкіл жетіспеушіліктердің арқасында еще ұю қабілеті нашарлаған. Ұю қабілеті де енді сондықтан қан талап жатыр. Сондықтан да бүкіл ағзаны түбі